Nur Mubarak деген Алматыда нағыз үлкен сол ислам университеті. Соның проректоры халықты жинап, сондай сөз айтты. Бұл не бүгін сұмдық болып жатыр, исламды қысып жатыр, анау-мынау деп жатыр. Бірақ анау каналдың жабылған бір сөз жоқ. Мұсылмандардың бірлестігінен бір сөз жоқ. Бір анықтама жоқ. Үндемей отыр. Сол халыққа жиналып, сондай сөздерді айтты. Біздің сақ бабаларымыз, біздің ғұн бабаларымыз, біздің ұйшын бабаларымыз, біздің қыпшақ бабаларымыз деген батырлардың бәрін айтты. Анау неден бастап, Бөгенбайдан бастап бәрді дін үшін сайқасқан. Сонда ол білмейтін шығар, сақтар, қондар, олар үйшіндер, да болғанда Мұхаммед әлі-дүниеге келген жоқ. Ол 7-ші ғасырда келді дүниеге. Ол нағыз анау түрк қағанаты болғанда. Ал жарайды. Оның артынан кейін жарайды біздің жиналысымыз, енді мынада рәсім екен. Сонда үлкен стол тұр. Столдың үстінде конверттер тұр, көп конверттер. Конверттердің бағасы жазылған. 50 мыңнан бастап 5 миллионға шейін. Халық келіп, сол пакетті алып жатыр, ақша салып. Нағыз үлкен пакетті бір апай алыпты, 5 миллион. Оны мақтағанды бақыр жіберді анау исламның несіні проректоры. Аяғында өте көрнекті. Кішкентай бала келді, бір 7-6 жастағы бала. Үлкен пакет, полиэтиленовый пакет, толған темір ақшалар. Мешітке берген. Сол темір ақшаларын солға қойып жатыр, аны келіп, мақтап, басын сипап, бұл не деген ақша, мен компьютерге жинадым дейді, ақшам беріп жатырмын мешітке. Жарайды, көп емес па, құжаттасын алып таста десем, жоқ. Мен берем деді. Сонда қанша мыңдар ақша болсын, сол баланың ақшасын алды. Сол беті қызармай, беті табақтай, сол университеттің бастығы. Сол исламның несі енді нағыз ниеті. Кішкентай өз балмұздақ жемей, кәмпит жемей алып келген ақшасын, компьютерге жинаған ақшасын, олар қырып алды. Теріп алды. Ұялмай, қайтармай ма, жарайды, бала сен жақсысың, сен нең бәрін дұрыс, бірақ сен компьютер ал, дамай бер деп. Мінекей исламның беті. Сондай жақсы сөздерді айтып, сонда менің есіме кірді. Сонда Америкада шіркеулерде, протестанттар шіркеулерде сондай рәсім болады. Не аяқталғаннан кейін, несі службасы. Мен табақтармен адамдар жүреді арасында сөйтіп. Сонда бәрі ақша салады. Табаққа. Сонда қанша ақша салса, сол бақырат оның несі анау пастора. Сонда бір әйел, негр әйел, бір 10 мың долларға табаққа салғанда деп ол түбек жин көтерді оны. Сол әйелді. Тәп соның рәсімі екен. Дердің рәсімдері аяғы ақша жинау. Сөйтіп Нур Мубарак әбден соның несін биіктігін, рухани биіктігін сөйтіп көрсетті. Кішкентай баланың жинаған. Өз-өзіне базымызға қоймаған ақшаны пакетті алды. Бітті сонымен. Бітті. Сол сюжеттерді телевизорда көрсетсе, көлденің. Бәрі түсінеді. Анау Американың пасторы қалай ақша жинағаны. Исламның несі, профессоры қалай. Ой, сонда мақтап жатыр. Ой, анау 5 миллион алған түбек жин көтерді соны. Сондай әбілетті, сондай биік Аллаға сенетін адам екен деп. Мінекей исламның бір беті. Күлдім жақсы. Жақсы көрсетті сон бір. Интернетте бар оны. Бұл не деген сұмдық деген соның несі бар. Бір апта бұрын сондай не шықты, ислам несінде. Интернетте бар. Бұл не деген сұмдық деген. Сөйтіп үстінде отырмыз енді.